Береке үйінде ұйымдастырылып отырған салиқалы ұрпақ қорының жұмысына көңіліміз толып, қуанып жатырмыз. Өйткені шынында балаларға қазір осындай нәрсе керек, дұрыс тәрбие керек ең бірінші. Сондықтан бұлар ертең отанға адал азамат болу үшін сол үлгі болатын адамдарды насихаттау керек. Соның бірі бүгін енді Мұқағали атамызды дәріптеп, ол кісінің еңбектерін айта отырып, ол кісіден үлгі алуға болатын жерлерін айтып жатқанымыздың да себебі сол. Береке үйіне келіп, берекелі істерін көріп, риза болып отырмыз. Балалардың өлеңге деген, поэзияға деген, мынау рухани әлемімізге деген шексіз құрметін көрдік. Үлкен ыждахатпен жаттап, жырларын, Мұқағали Мақатаевтың жырларын керемет шабытпен оқып жатыр. Осы рухани ізденістер одан әрі жалғасын деп тілейміз.